Сәлем достар. Сіздермен тұрмыс тіршілік каналы. Бүгін апельсинді шырын жасайтын боламыз. Ол үшін 2 дана апельсин, 1 лимон және де мята, қант талғамға қарай керек болады. Апельсиндердің сыртын тазалап, барлығын турап, үстіне су құямыз. Жалпы апельсиннің құрамында білесіздер, С витамині өте көп. Мына жерде газдалған немесе газдалмаған су. Мен газдалмаған суды қолдандым, өйткені балаларға беретін болғандықтан. Сіздер өздеріңізге газдалған сусынды қолдансаңыздар болады. Лимонды түгелмен саламыз, қантты қосып, блендерде айналдырып аламыз. Сүзіп ішуге болады, мен бірақ сүзген жоқпын, солай қолдана бердім. Ас болсын, жасап көріңіздер осы рецепт бойынша. Және де каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Менің жолдасым мен балама беріп дәмін таттызым, оларға ұнады, сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Баршаңызға сәттілік тіледім. Ал біздерге ас болсын.